Сәлем достар. Сіздермен бірге Ерғалин Нөміршім. Бүгін біз осы видеода менің досымның аккаунтына обзор түсіретін боламыз. Және де бір-екі катка ойнайтын боламыз. Видео басталмай тұрып, сіздер мына менің досымның каналына тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Бұл каналда ол менің досым 24 сағат бойы Free Fire ойнады. Сол видеоны көріп кетіңіздер. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Міне біз бірінші складқа келсек, бұл жерде осындай мықты шляпалары бар. Мынау маскалар. Мына жақта мынандай топовый киімдер бар. Мынау олд киімдер ғой. Міне осындай киімдер бар. Міне осындай мынау олд киім. О, досым айтады, 5000 теңге салғам дейді осы аккаунтқа. Осындай аяқ киімдері бар. Наборға келсек, осындай екі набор бар. Енді біз осылай ранг отряд ойнайық бір рет, сосын бір классический ойнайық. Осы катка біткен соң біз оружияға скиндарын көрсететін боламыз. Кішкене қатып қалды. Бұл енді досымдікі кішкене басқа болған үшін мен оның настройкасына кішкене үйреніспей жатырмын. Көтер, давай. О, молодец. О, бірінші победа бізде. Негізі Томпсон соңғы шыққан оружиялардың бірі, ол мықты оружие. Сол себептен мен соны аламын. Егер де видеоны лайк кнопкасын басып, подписаться кнопкасын тоже басып кетеміз. Екінші раундта да біз ұтады деген ойдамыз. Басқасына айтпашқа керек. Басқа телефон болған үшін атчашка дұрыстап кетпей жатыр.
Крыса вот это. Kaçtı. Bırak победа bizde. Қараңыздар, анау өліп қалады қазір. Өлмей қалды. Басқа біреуден өліп қалады қазір. Осы үйдің ішінде адам болу керек. Осы жақта. Бұл енді оп-оңай каткалардың бірі болды. Біз бронямен сіле аламыз. Ол ең бастылары. Және стеналар аламыз. Biz осы катка біткен соң оның оружияларына, коллекциясындағы оружияларын тексеретін боламыз. Ода көп скин болу керек оружияға. Болды. Төрт қойды. Енді біз оружияларын көретін боламыз. Ол оружиялардың ішінде осындай топовый МК бар. Ол досым айтады, ол бір лутбокстан сразу түскен дейді. Ал мынау бірнеше лутбокс ашқан мынадан. Бірақ уақыт азайған, бірақ 30 күнге түскен дейді ол. Мынандай трабашы бар. Мынау 2 уровень жақсы трабаш. Мынандай акасы бар. Халявадан алған. Мынандай М40 бар. Тоже халявадан. СКС пропусктан алған. Мынаны тоже пропусктан алған. Мынау ең топовый фамстардың бірі. Мынау ең мықты фамс. Мынау қателеспесем тоже пропусктікі. Мынау алмазный жекоттық шығар. Мынау бір событие болған, сол кезде алады. Транспортқа кесек жоқ. 6 эмоциясы бар екен. Біреу привет, біреу аплодисменты, даб, угроза, танец жужавля, дискотека. Осы 6 эмоция бар. Лутбокстарына кесек. Мынандай пропусктың топовый лутбоксы бар. И мынандай рюкзактары бар. Мына рюкзак керемет рюкзактардың бірі. Парашютқа кесек. Мынау тоже пропусктікі. Мынау мықты парашют. Негізі мен ойымша. Мына осындай парашюттар. Аватар важный емес. Осындай аватарлар бар. Фонда важный емес. Осындай фондары бар. Енді
обещать еткендей bir классический режим ойнайық. Сосын видеомызды аяқтайық. Biz endi jay yerlerge түшпей, пикка түшсек, пикта адамдар өлтүрөп, сіздерге қызық болсын. Сол үшін пикка түшетін боламыз. Енді бұл каткада тоба дейін алмайтын шығармын. Бұған жақсы соперниктер түседі. Ал мен бұл телефонға үйренбегенмін. Pekte adamlar қайда екен? Adamlar жоқ. Оскар. Бірақ плазма жақсы шығар. Өйткені усилители бар, ол точно ататын болады. Мен қателеспесем, ана үйде 3-ші сумка көрген сияқты едім. Соны алып келейік. Сосын адамдарды қырамыз. Міне, 3-ші сумканы алдық. Міне, қараңыздар, керемет сумка ғой мына. Пикта что-то адамдар аз сияқты. Или жоқ. Починокқа барып, бәрін тексеріп қайтайық.
Осындай жерлерде крысалар отырған. Осы каткада бірде-бір адам көрмедік, сол үшін кішкене адам шақырып аспанға атып қояйық. Адамдар келетін шығар. Каналға тіркеліп, лайк басып отырамыз. Сіздер каналға тіркеліп лайк бассаңыздар, ол маған жаңа видеолар түсіруге мотивация береді. Біз енді пикқа барып, адамдарды тексеріп көрейік. Негізі осы каткада адамдар аз көрдік, даже көрмедік. Нөл убиті ғой. Пикқа барып, адамдар іздеп келейік. Осы бетонкада крысалар отырады көп кезде. Осындай жерлерінде крысалар отырады. Қап аптечка жоқсын, жоғын ай. Жаңағы болған адам ба? Дронда тұр екен. Достасық дейді. Бірақ достаспай қояйық. Бам беріп салу. Бірақ жарайды, достасып көрейік. Өлдіріп сайын қайтты. Бірақ одан М40. Айбай өлдіріп салды. Достаса салу керек. Видеомыз соңына жақындап келетір. Сіздер каналға тіркеліп, подписаться етіп, комментарий жазып, просмотр санын көбейтіп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ол маған күшті үлкен видео жасауға мотивация береді. Міне біздің обзорымыз бітті. Қош, сау болыңыз.